Қыздар, сәлем. Бүгін мен сіздермен баклажаннан қытырлақ орама жасауды бөлісемін. Ол үшін бізге баклажан, қияр, қызанақ, салат жапырағы керек. Баклажанды көлеміне қарай бөліп аламыз. Менде ұзынша үлкен болды. Мен оны екіге бөліп, екі жағын тазартып, осылай бірдей көлемде, жіңішкелігі де бірдей етіп турап аламыз. Барлығын бірдей көлемде турағаннан кейін, міне қараңыздар, бірдей болып шығу керек, қыздар. Сол кезде біздің қытырлақ баклажанымыз жақсы болып шығады. Қараңыздар, дәл осылай етіп турап алыңыздар. Одан кейін ұнымызды батырып, одан кейін жұмыртқамызға батырамыз баклажанымызды. Жұмыртқаға екі жағын бірдей етіп батырып алып, ұнтағына, яғни панировочный сухариімізге барлық жерін біркелкетіп батырып аламыз. Барлық жері бірдей болып тию керек. Сол кезде сухари жақсы піседі. Одан кейін дәл осылай етіп екіншісін де жасап аламыз. Барлығын бірдей жасап болғаннан кейін оны пешімізге қуырамыз. Осылай етіп шығады, қараңыздар, панировочный сухари жабысқан кезде. Міне барлығын дайындап алдық. Енді пешімізге қуырамыз. Қызып тұрған майда, қыздар, қатты қызартпаймыз. Қызғылттау болып келе жатқан кезде екі жағын ала береміз. Мен де осылай етіп ала бердім. Қараңыздар, жақсы болып, күшті болып шықты. Енді оның ортасына майонез бен чеснокты араластырамыз. Ол үшін біз екі бас чесногымызды майонезімізге араластырып дайындап қоямыз. Одан кейін қиярымызды, қызанағымызды соломка етіп турап аламыз. Барлығын бірдей қылып, ортасына ыңғайлы етіп тұру үшін қатты дәу қылмай, қатты кішкентай қылмай, бірдей қылып бөліп аламыз. Қызанағымызды да дәл солай бөліп аламыз. Ал если қызанағымыз сулы болып жатса, ортасын алып тастауға болады. Листьямызды дәл солай жапырақтардың бәрін бірдей етіп бөліп аламыз. Одан кейін дайын болған баклажандарымызды арасына осылай етіп майонезімізді жағып, бар жеріне жағылу міндетті емес, орта жағына жақсаңыздар болады. Одан кейін жапырағымызды, қиярымызды, қызанағымызды бір-бір дана етіп осылай орап шығамыз. Бастапқыда тіш тазалағышпен өйстіп қыстырып аламыз. Одан кейін алып тастауға болады. Қараңыздар, дәл осындай қытырлақ, дәмді баклажандар шығады. Осылай қонақтарыңызға тарту етсеңіздер болады. Әрі дастарханның көркі.